Сәлем достар, қалайсыздар? Бүгін бізде Дархан үйде болып тұр. Дарханның тісін түнімен тісі ауырып шықты. Сонымен түнде докторды шақырған болатын. Біз түнде келіп бір тісін жұлып беріп кетті. Если тағы ауырып жатса, тағы да шақырыңыздар деді. Түнгі 3-тің кезінде тісі ауырды. Соны енді қазір тағы да ауырып тұр деп тұр. Қазір Дарханның өзіне сұрап көрейік, не болып тұрған. Если болмай баратса, қайтадан тісін жұлдыртуға баруға тура келіп. Не болды, Дархан? Тісін қоймады ма әлі? Жаным, үйге шақырамыз ба? Не істесек екен, докторды? Түнімен ауырып шықтың, еще сен деген. Түнден бөлмеден ай деп атқан, ұйықтап атсаң да деген, ай тісім деп атқан дауыстарың шықты ғой. Түнімен мазаң болмаған сияқты ғой, Дархан сенің. Докторға звондап көрейін енше, қазір үйге келетін болса, үйге келіп жұлып бер деп айтайын. Болмаса бірге барайық, докторға. Жарай. Алло, Хадиша доктор, саламатсыз ба, сіз ба? Хадиша доктор. Тісіміз ауырып қалды, біздің үйге келе аласыз ба? Өздерің келіңдер, түнімен тәттілер жейсіңдер, сосын тістерін ауырады, өздерің келіңдер үйге. Давай, хорошо. Мен танымаймын ғой, менің невинейка тісуатынға кірмейді ма өздері? Мен ойымды жалғастырамын. Дархан, жүр. Докторға апарайын сені. Тұра тұр. Осы доктордың кабинеті болу керек қазір. Доктор апай, саламатсыз ба? Кірсек болады ма? Алдында бар ғой, мен оғым бар ма? Күте тұрмас, мен алдындағы адамды жөндеп тұрайын. Болды, апай, ұрыспаңызшы. Қазір күтеміз. Мен аяқта деген, апай деген ұрсып жатыр аяқта. Мама, қорқып тұрмын, бармайсың. Тісің ауырып тұр ғой сенің. Тісің жазып кетті жоқ. Қой, жоқ, тұр тыныш. Осы жерде қазір күтейік, қазір кіреміз ғой. Мен қорқам. Мама, мен қорқам. Қой, неғыма, Дархан, жүр. Дәрігерге баруымыз керек, Дархан, тез. Дархан, жүр. Жүр, докторға баруымыз керек қайтадан. Қазір түнімен ауырып шығады отсың, шамал күте тұрш. Укол салады ғой, ауырмайды, қорықпа. Жүр, что-то болған сияқты ғой, кірейік. Кірсек болады ма? Саламатсыз ба, апай? Мына баланы білесіз ғой, түнде келіп, түнде көріп кеттіңіз ғой, тісін тағы да тісі ауырып, мазасы қашып, сол сізге келіп отыр қалбыңызға. Сіздің маме тісуатында қанша теңге үсіз доллар болады. Доктор апай, сіз қымбатқа жылады екенсіз, тісті. Қандай немен жылайын деп жатсыз сонда тісті? Мен жыламыз. Сосын? Укол бірінші істейміз. Қандай укол салайын деп жатсыз? Аяқта деген современный сияқты ғой, міне апайың деген. Ойбай, бізде деген негізі $300 бар, былайынша. Бірақ точно ертең ауырмай ма бұның тісі? Точно ауырмайды. Гарантия бересіз ба? Мен дәрі берем, сосын бар, түсті жуатын бар емес па, соны беріп кетейін. Қойш, доктор апай, не ғой? Мына бала деген ауырып тұр қатты тісі, точно қояды ғой, Неменесе көп конфет беретін болғасын ба не? Мен қоймай ма деп сұрап тұрсың? Енді апай, балалар деген қоймайды ғой, өздері жеп қоя береді тәттіні. Енді маған ұрыспайды шығарсыз ол үшін,
Доктор апай сізге ақшасын төлейін деп отырып қой. Мені сен ақша берем деп тұрсың. Мен тіс жуған соң беріп жатсың. Ойбай, апай міндетсініп жатқан жоқпын, просто айтып жатырмын сізбен сұрасып ше. Өйтіп ұрыспай қоятын шығарсыз, иә. Көріп беріңізші енді тісін сол уколын салып, дұрыстап жұлып беріңіз, әйтеуір проблема болмайтын. Әйтпесе қатты ауырып тұр тісі ше. Бірінші укол саламыз. Жарайды, салыңыз уколын. Қандай укол салайын деп жатсыз? Мынандай сары. Мә, уколыңызда әбді екен. Дархан, қорықпа уколдан. Балам шыда, я шамалы. Мен Дарханды ұстап тұрайыншы бір жағынан. Қазір что-то қорқатын сияқты бұл. Қашып кетпе, Дархан, я жанағыдай. Давай мен Дарханды ұстап тұрайын. Кәні, алдына бір нәрсе төсейсіз ба, доктор апай? Дархан. Болды ғой сонша, неге бақырасың? Күт енді, самалы дәр әттелетсін. Мен саған қымбат укол салып жатырмын ғой, не сонша бақырасың? Доктор апай, что-то ұзақ уақыт өткен сияқты ғой, наның тісін жұлып тастайсыз ба, не істейсіз? Бірінші мен жүрегін тазалай. Жүрегін тазалайсыз ба? Қалай тазалайсыз жүрегін? Жүрегін тазалайым дейді. Көресің ба? Давай жүрегін көріп шықшайыншы. Таза емес екенін тексересіз ба жүрегін? Тинг-тинг, 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 тинг-тинг. Қандай екен жүрегі? Нормально ма? Нормально. Бола ма? Иә. Тіс жұлуға жарай ма? Енді тіс жуамыз. Давай. Дархан, тісіңді жұлайын деп жатыр. Қорқасың ба? Ей, Дархан, не қылдың? Ей, дәрігер, Дархан. Ей, дәрігер, не болды сізге? Ей, Дархан, саған не болды, Дархан? Ей, тісің ауырғанын ұмыт кеттің-ау деймін, Дархан. Давай, болды енді, балам. Кәні, дәрігер ұстаңызшы бір қолынан. Наны отырғызайық қинап. Болды, Дархан. Кәні, отыр енді, басыл. Дархан, болды, басыл. Кәні, на бала, что-то қатты ауырып жатыр. Кәні. Дәрігер тісін қойды. Ауырғаны қойды ма, Дархан? Иә, не, тісті қайтарып бермесін, фея зубнаға беремін, аса маған береді. Зубная феяға беріп қоям дейді. Жастығын астына салса ақша береді дейді. Бересіз ба? Или өзіңіз саласыз ба? Өзім салам. Апай, беріңіз өзінің тісі ғой. Сізге ақша төлейміз, еще зубная феядан да ақша алайын деп тұрсыз ба сіз? Ей, дәрігер, ондайыңды қойсай сен. Короче, дәрігер, жақсы, давайте, біз кете берейік, иә? Ақшасын төлейсің? Ойбай, ұмытып баратыр екен ғой. Вообще еш нәрсе ұмытпайтын дәрігер екенсіз, иә сіз? Міне, $300, еще үстінен 20 мың теңге қосып беріп жатырмын. Жақсы, қолыңыз жеңіл болсын, дәрігер. Сау болыңыз. Если бір нәрсе болып жатса, звондаймыз сізге, дәрігер, иә? Наны алып кетіңіз. Мә, рахмет, дәрігер. Мынау не? Ауыр сасық болғасын, жуасыз. Қашан жуасыз? Түнде де, күнде де, ұйқынан тұрғасын жуасыз. Күнде де тісім жуу керек, тамақ жешінде жуу керек сосын бар. Даладан келгенде де жуу керек. Тамақ ішкен кезде де жуу керек па сосын? Иә. Соны бізге беріп жатсыз ба?
Әр бала тісін каждый тамақ ішкен кезде, азында тұрған кезде жуып жүру керек, иә. Дәрігер бізге осындай зубной пастамен щеткасын беріп жатыр. Рахмет сізге, дәрігер. Сау болыңыз. Енді сізге келмеспіз, дәрігер. Қымбат екенсіз өткені. Рахмет сізге, Қайша, дәрігер. Давай. Достар, біздің видео аяқталды. Сіздермен бірге лайк, subscribe баспасөзде Комментарий жазыңыздар, иә. Комментарий жазыңыздар. Всем пока!